Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де, 2001 жылғымын және кірпік саласында, сұлулық саласында жүргеніме уже 6 жыл болды және 6 жылдан асып бара жатыр. Және менің өзім тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін болатынмын және үйрететін боламын. Және де маған тіркеліңіздер, себебі менде өте құнды ақпараттар болады, жіберіп алмаңыздар. Және де білгілеріңіз келген информацияны маған комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және колокольчикті және лайкты басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Адамның көзін тушпен жаққан кезде қандай жағдайларды көресіздер, сол туралы айтатын боламын. Және адамның көзіне қандай витамин қажет, қандай витамин ішілу керек, қандай нәрселерді жағатын болса, кірпік жақсы өседі, сол туралы айтатын боламын. Осылай туш жағамыз. Өздеріңіз қарап тұрғандай, кірпіктің состояниесі қандай дәрежеге түсті. Көп адам менен сұрайды, кірпігім түсіп жатыр, кірпігім қысқа, сондай моментте не жасаймын? Ондай жағдайларда біз касторовый масло жақсақ болады. Егер де касторовый маслоны сіздер өте жирный майлы дейтін болсаңыздар, любой аптекада кірпікке арналған бальзам болады, сондай жақсаңыздар болады. Сондай жағдайларда кірпік жақсы өседі. Егер де кірпіктеріңізді луковицалар ұйықтап қалатын болса, ондай моментте сіздер только витамин ішу керексіздер. Витаминнен осындай D витамині, А витамині, К витамині, Е, В1, С витаминдерін ішетін болсаңыздар, адамның организмында витаминдер, кальцийлар тураланып, луковицаларыңыз оянып, кірпіктеріңіз, шаштарыңыз, не только кірпік, шаш, но тырнақтарыңыз да жақсы өсетін болады. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар және колокольчикті лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де тағы да не білгілеріңіз келеді, келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар, маған комментарийға жазып өтсеңіздер, мен сіздердің жауаптарыңызды ескеретін боламын. Және де всем пока, сүйдім.